Біз киелі кітаптағы әңгімелердің қалай құрылғанын зерттеп келеміз. Осылайша киелі кітап әңгімелерінің басқа әңгімелерге ұқсайтынына көз жеткіздік. Оларды түсіну үшін кейіпкерлерге оқиғалар болған жерлер мен уақытқа және оқиғалар желісіне назар аударуымыз керек. Иә, автор оқырмандарға оқиғалардың мәні мен маңыздылығын түсінуге көмектесу үшін осы негізгі құралдарды қолданады. Енді бұл тәсілдердің бәрін біріктіретін, мына дағдыны да меңгеретін кез келді. Киелі кітап әңгімелеріндегі дизайн үлгілерін анықтау. Дизайн үлгілері деген нені білдіреді? Киелі кітап авторлары Құдай рухының жетелеуімен кейіпкерлерді, жерлер мен уақытты және оқиғалар желісін қалыптастырған. Сөйтіп, олар қайталанатын үлгілердің қатарларын жасаған. Бірінші әңгімеден соң келесісін өрбітіп, олардың бәрін біріктірген. Осы үлгілерді анықтаған кезде, бүкіл киелі кітаптағы әртүрлі әңгімелердің қалайша үйлестірілгенін көресің. Олар негізгі тақырыптарға назар аудартады. Бұл қызық естіледі. Бірақ киелі кітаптағы белгілі бір дизайн үлгісін қалай анықтауға болады? Арасында киелі кітап авторлары оларды таңғаларлық түрде жасаған. Дизайн үлгілерін анықтаудың ең жақсы жолы авторлардың әңгімелерді байланыстыратын қандай негізгі сөздер мен бейнелерді қолданғанын байқау. Мысалы, киелі кітаптың басты тақырыптарының бірін алайық. Адамдардың қиын әрі қайғылы жағдайы. Жарайды. Енді басынан бастайық. Әуел баста Құдай ие шынымен жақсы дүниені жаратқан. Иә, онда 7 рет Құдай жасағанына қарап жақсы екенін көрді деп жазылған. Демек бұл сөздердің маңызды екені анық. Енді мынаған қара. Құдай ие Адам және Хауа, яғни өмір атты екі кейіпкерді өзінің атынан бұл дүниеге билік жүргізуге тағайындады. Оларға жемістердің бәрін жеуге жақсы екенін айтты. Ал жақсылық пен жамандықты танытатын ағаштың жемісін жеуге тыйым салды. Бірақ адамдар Құдайдың сөзіне күмәнданды. Жаратылыстың басталуы жазбасында олардың сол білімді иеленуді жақсы көргені туралы жазылған. Сосын олардың ақылды болуға қызыққаны жайлы баяндалған. Соңында олар өздерінің қалағанын алды. Мұның салдарынан бәрі құлдырады. Бұл әңгімеде адамдардың жағдайы сипатталған. Әңгіменің өзі өте әсерлі, бірақ киелі кітап жазбаларының авторлары оны солай қалдырмаған. Олар оны үлгіге айналдырған. Ыбырайым мен Сараның өмірінде ол қайталанды. Жаратқан ие осы ерлі зайыптыны уәделі жерге апарып, оларға ұл сыйлауды уәде етті. Бірақ олар оған сенім артпады. Олардың шыдамы таусылды. Бұл жерде дәл сол сөздер қолданылған. Олар өздерінің мысырлық күңін көрді. Олар оны алып, өздеріне жақсы болып көрінгенді істеді. Түсінікті ме? Иә, бұл әңгімелер бір-біріне өте ұқсас. Сосын Синай тауының беткейінде Харонның басынан өткізген оқиғасына келеміз. Онда Харонның израильдіктердің алтынын көргені, соны алып, одан алтын жалатқан бұқа мүсінін жасағаны туралы оқимыз. Қанахандықтардың алтын көрген Ахан туралы әңгімеде бар. Ахан сол алтынды қалағандықтан иеленіп алды. Бұл үлгі мына жайтқа назар аудартады. Бір адамның күнәға азғырылғаны көп адамға азап әкелуі әбден мүмкін. Иә, солай. Бұл Саул жөніндегі әңгімеге ұқсайды. Израильдіктер оны көрді әрі қалады. Сосын оны патша етіп алды. Сөйтіп олар басқа халықтар сияқты бола алды. Ал Саулдың жүргізген билігі Израиль халқын құрдымға түсірді. Дәуіттің Барсабаны көргені туралы әңгімеде бар. Ол оны қалады, содан оны алды, ал кейін күйеуін өлтіртті. Кейінірек Дәуіттің ұлдары бір-бірін өлтіре бастады. Осылайша, мұның көп рет қайталанатын негізгі бір тақырып екенін көресің. Аталмыш әңгімелердің бәрі азғырылу үлгісін сипаттауға арналған. Иә, адамзат қайта-қайта азғырылып құлдыраған. Ал үлгінің қайталануы оқырманның бойында бір үміт туғызады. Мүмкін бір кезде біреу келіп, осы үлгіні бұзатын шығар. Сондықтан Мәсіх Иса жайлы әңгімелер сол үлгілерді шарықтау шегіне жеткізуге арналған. Рас па? Иә, мысалы, Мәсіх айқыш ағашта азапталып өлуден аулақ жүру мүмкіндігіне қатысты ең үлкен сынақтан өткенде, ол көктегі әкесіне менің емес, сенің еркін болсын деп сыйынды. Осылайша, сол үлгі толық өзгерді. Азғырылуға қарсы тұрған біреу пайда болды. Оның құрбандық өлімнің арқасында көптеген адамдар мәңгілік өмірге ие болып келеді. Тамаша, тағы бір дизайн үлгісін зерттей аламыз ба? Әрине, мына да бір маңызды үлгі. Жаратқан иенің адамдарды судан өткізіп жаңа дүниеге апарғаны. Мұнда су ретсіздікті білдіреді. Ол киелі кітаптың бірінші бетінен басталған. Сонда жаратқан ие ретсіз суды бөліп тастады. Иә, мұның нәтижесінде құрлық, яғни адамдар өмір сүріп өркендей алатын ыңғайлы жер пайда болды. Кейін жер бетін ретсіз топан су басқанда, осы үлгі тағы да көрінді. Жаратқан ие Нұх пен оның отбасын топан судан аман-есен құтқарып қалды. Осылайша олар құрғақ жерге шығып, адамзаттың екінші нұсқасы пайда болды.
Бұл негізгі оқиғалар желісі тағы бір әңгімені еске салмас па екен? Иә, Мысырдан көшіп шығу жайлы әйгілі әңгіме есіме түсті. Иә, солай. Онда жаратқан ие өзінің таңдап алған халқын Мысырдан су арқылы құрғақ жерге өткізіп құтқарды. Ал Перғауын мен оның әскері жойылды. Бұл үлгі кейінірек Ешуа мен Исраил халқы бастарынан өткізген оқиғада қайталанды. Олар Йордан өзені арқылы өтіп, уәде етілген жерге кірді. Иә, солай. Осылайша, киелі кітаптың кейінгі жазбаларының авторлары бұл үлгіні болашақ оқиғаларға қатысты қалай қолданғанын көруге болады. Мысалы, Ишая пайғамбар жаңа патшаның Құдайдың халқын жаңа көшіп шығу арқылы жаңа жаратылысқа бастап апаратынына үміттенді. Ал осы жолы басқа халықтар ретсіз су ретінде сипатталған. Міне, осы үлгілердің бәрін біріктірсек, олардың бізді Мәсіх Исаға бастап апаратынын көре аламыз. Иә, 4 ізгі хабардың 4-еуінде де Иса Иордан өзеніне барған оқиғаға айрықша мән берілген. Сонда Иса суға түсіп, қайта шықты. Демек, суға шомылу рәсіміне өткенде. Дәл осы кезде Құдай Исаның өзінің рухани ұлы екенін жариялады. Иса өлімге түсіп, екінші жағынан шығуы арқылы адамзатты зұлымдық пен зорлық-зомбылықтан құтқаратын болды. Сондықтан суға шомылдыру рәсімінен өту Исаның шәкірттері үшін соншама маңызды болды. Сонда оның шәкірттері бұл ежелгі үлгіге қатысады. Олар өлім суынан өтіп, Мәсіх Исаның соңынан ереді, сөйтіп жаңа жаратылысқа кіреді. Мұндай дизайн үлгілері шынымен маңызды болып көрінеді. Иә, олар киелі кітап авторларының сол жүздеген әңгімелерді Құдай рухының жетелеуімен біріктіруінің басты тәсілі болды. Әрбір үлгі киелі кітаптағы ұлы әңгіменің барлығында Исаға бастап апаратын бір негізгі тақырыпты дамытады. Тамаша, бұл бейнеролик киелі кітаптағы әңгімелеу жанры туралы болды. Киелі кітап мәтіндерінің 40%-дан астамы осы жанрда жазылған. Тағы 30%-ын ежелгі поэзия жанры құрайды. Киелі кітаптағы поэзияны қалай оқып түсіну керектігі жайлы келесі бейнероликтерде зерттемекпіз.